Ассаламу алейкум достар. Соқ күндер балаларыңыз тұмауратып жөтелетін болса, осындай цитрусты жемістерден варенье жасап беріңіз. Жасалуы оңай және ұзақ сақталады. Ол үшін бізге 3 лимон, 3 апельсин және кішкене имбир, жалбыз жапырақ қажет болады. Егер балаларыңыз шөпті ұнатпайтын болса, жалбыз салмай қойсаңыздар да болады. Осылай керек емес жерін кесіп алып тастаймыз. Және де ешқандай сыртын ашмай, осылай видеодағыдай етіп тураймыз. Апельсинімізді де осылай тураймыз. Барлығын турап дайындап болғаннан кейін ет тартқыштан өткізетін боламыз. Егер канал ұнаса, тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетіп кетіңіздер. Барлығын турап болғаннан кейін осылай ет тартқыштан өткізіп аламыз. Дайын болған вареньеміздің үстіне қант салатын боламыз. Қанттың мөлшерін видеоның описаниесінде қалдыратын боламын. Қант енді толық еру үшін мен 3 сағат, кемінде 3 сағатқа қалдырдым бетін жауып. Сіздер де солай жасаңыздар. Қанты толық еруі керек. Міне бізде қантымыз толық еріді. Дәмі де түсі де өте ерекше, әрі қоймалжың варенье дайын болды. Егер балаларыңыз дәрі ішпесе, ыстық суға толық бір қасығын салып, сок ретінде берсеңіздер де болады. Рецепт ұнап сізге пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Ауырмаңыздар, баршаңызға ас болсын.